даланы жым-жырт дер салып түн басады салбырап даланы жым-жырт дел салып түн басады салбырап шаң шығармас жолдағы сілкіне алмас жапырақ тұншығарсың сен дағы сабыр қылсаң азырақ тұншығарсың сен дағы сабыр қылсаң азырақ Көп адам дүниеде бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге бола ма, ойлаңдаршы, өлмей тұғын артынан сөз қалдырған. Деп абай бүгін 175 жыл бізбен жарқын түрде және жалынды әнмен бірге болды, және ол мәңгі өмір сүреді. Биыл қазақ халқы абайдың 175 жылдығын атап өтуде. Біздің Дайыр ауылдық округінде де осы жыл көлемінде көптеген мәдени спорттық шаралар атқарылуда. Жылайын, жыралайын. Соңғы кезде осы заман талабына сай онлайн режимге көштік. Бірақ ауылдық округімізде еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін осы абай шығармаларын біледі деген сенімдеміз. Абай ұран, абай шығармашылығы уақыт тынысы, абай халықтың дауысы, абайдың жарқын бейнесі және оның өлеңдері бізбен мәңгі қалады. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барды ертегіні термек үшін, көкірегі сезімді тіл орамды, жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Бұл сөзді тасыр ұқпас талаптығар, көңіліңнің көз ашық сергек үшін. Түзу кел, қисық қыңыр қырын келмей, сыртынан танып іс бітпес сырын көрмей, шу дегенде құлағың тосаңсиды, өскен соң мұндай сөзді бұрын көрмей. Таң қаламын алдыңғы айтқан ұқпай, және айта бер дейді жұрт тыным бермей.
söz ayттым әзірет әлі айдаһарсыз. Мұнда жоқ алтын иек сарала қыз, кәрілікті жамандап өлім тілеп, болсын деген жерім жоқ жігіт арсыз. Әсіресе қызыл емес деп жиренбеңіз, түбі терең сөз артық бір байқарсыз. Батырдан барымташы туардан ғой, қызшылда қызықшылда әуре жан ғой. Арсыз малсыз ақылсыз шаруасыз, елірмелі маскүнем байқалған ғой. 5-6 мыйсыз бәңгі күлсе мәз боп, қинамай қызыл тілді кел тілді ал ғой. Өлеңі бар өнерлі інім сізге, жалынамын мұндай сөз айтпа бізге. Өзге түгіл өзіңе пайдасы жоқ, есіл өнер қор болып кетер түзге. Сән қой даңғой ойнашшы керім кербез, қанша қызық болады өзіңізге. Абай қазақ халқының өмір жолының көрінісі. Халқымыздың рухани байлығын бүкіл әлемге ашқан ақынның тұлғасы, теңдесі жоқ. Абай философиясы мәдени және ұлттық болмысымыздың ажырамас бөлігіне айналды. Ақын өз дәуірінен озып, тарихтың қиын кезеңдерінде адамдарды ұлттық құндылықтар, ана тілі мен мәдениеті төңірегінде біріктіре білген сенім жүйесін қалыптастырды. Құлақтан кіріп бойдалар, әсемен мен тәттіге, көңілге тілі ой салар, әнді сүйсем мен шешей. Жаңғырып ән